Жалпы біздің қазақ өте бай ғой. Бай болғаны соншалық кредит алған кезде оның процентіне қарамайды мүлдем. Санамайды оның. Қанша алады, қанша жылға алып жатыр, оны қанша қайтарады, жалпы қолына қанша сумма алып жатыр, несие шартында қанша сумма жазылған, қарамайды ғой оны, оқымайды. Одан кейін бүкіл зарплатасын ұстап қалса да, счетына арестке түсіп қалса да, мүлдем былқ етпейді. Ешкімнен сұрамайды, мынау жалақымды кім ұстап қалды, ол қайда кетті, қарыздың қандай мөлшерін жапты, сұрамайды ғой шіркін, сұрамайды. Өте бай болғандықтан бұл нәрсенің барлығын мүлдем ескермейді. Сондай-ақ жеке сот орындаушының ақысы қанша екен, оның барлығына пысқырып та қарамайды. Егер де сіз де сондай бай болсаңыз, осы видеомен бай достарыңызбен, туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бұл парақшада несиеге қатысты және заңға қатысты өте ақпараттар көп.